Қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғымыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Жаңбыр, тұман, үсік. 1 мамырға арналған ауа райы болжамы. Синоптиктердің болжамынша Қазақстан Республикасының басым бөлігіне ауа райына атмосфералық фронтальды бөлімдер әсер етеді. Осыған байланысты жаңбыр жауады. Оңтүстікте, оңтүстік-шығыста қатты жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыста, орталықта қатты жауын-шашын жауады. Республика бойынша желдің күшеюі күтіледі. Найзағай оңтүстікте, оңтүстік-шығыста, орталықта бұршақ, оңтүстікте, оңтүстік-шығыста дауыл, оңтүстік-батыста, оңтүстікте, батыста шаңды дауыл, солтүстікте тұман болады. Түнде солтүстік Қазақстан облысында, Ақмола, Қостанай облыстарының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-батысында, Павлодар облысының шығысында, оңтүстігінде, Ұлытау облысының солтүстігінде 1-6 градус үсік күтіледі. Маңғыстау облысының басым бөлігінде, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында, Қызылорда облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Түркістан облысының солтүстігінде, Абай, Қарағанды, Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.